Потому что, сами знаете, когда мы раньше были, нам перевозку делали, все сделали. Болезнь не умирает. Люди умирают, а болезнь не умирает. Поэтому сейчас она начинает прогрессировать. Я, например, за вакцинацией не против. Бұрыннан келе жатырған ол мен өзім балаларым кішкентай күнінен бері ғана келе жатыр. Сәбилердің денсаулығы үшін жасалып жатқан нәрсе. Енді қазір оны соңғы уақытта сенімсіздік пайда болып отыр халықта. Енді оны әрбір ата-ана өзі шешеді. Мүмкіндік болса алған жақсы болады. Қалғаны өздері біледі ғой. Менің ойым солай өзімнің. Салыну керек негізі балдарға. Ол бағана қордан, қызылша неше түрлі аурулардың алдын алу үшін ғана салынады, баланың иммунитеті өте қалай семинарлар нелер болып жатыр имамдардың өздері келіп рұқсат оны салғызу керек деген айтып жатыр. Сондай сөздер айтып жатыр. Ең бірінші мамашылар бізге балдарын приемға алып келген кезде дәрігер, педиатр дәрігер баланы толық тексерістен өткізіп, яғни дене температурасын өлшеп, тамағын қарап, кеудесін тыңдап, содан кейін екпеге рұқсатын береді.